Так. Бәріңе сәлем оқушылар. Қалайсыңдар? Аток, патолог байланыста. Бүгін біз сіздермен контекст талдау рубрикасының екінші шығарылымындамыз. Және де бүгінгі мен сіздерге дайындаған контекст өте ерекше достар. Бұл сіздерге ұбт-да кездесе қадап жіберуі мүмкін, себебі ескеретін жерлері өте көп. Бұл типажда контексттер бұрын соңды құрылмаған, бұл жалғыз жылулық сәулелену бойынша келген жалғыз контекст деп мен прям уверенно айта аламын. Бұл тақырыпқа есептер көп келіп те жатыр. Оларға да тоқталамыз. И осы контекст талдаудың соңында, кстати, бір чиви бонус сыйлығым бар. Ендеше бастайық. Бұл контекст бізде күн жүйесі, күн жайлы екен. Күн біздің құс жолы галактикасындағы 150 миллиардтан астам жұлдыздардың бірі, және жұлдыздық топтастыру бойынша сары ергежейлі жұлдызға жатады. Күннің массасы бізде мінекей, радиусы мінекей, беттік температурасы 6000 Кельвин, сары кезінде, және жерден қашықтығы шамамен 150 миллион километр. Немесе бір астрономиялық бірлік деген тематика кетті. Астрономияны да қосып кеткен, жалпы ұбт-да астрономия кеп қалуы мүмкін, өйткені спецификацияда бар. Күннің энергия көзі күн қойнауында болып жатқан термоядролық реакция әсерінен болады, яғни аса жоғары температурада сутек изотоптарының бірігіп гелий түзілу реакциясы, содан біз энергия көзін аламыз. Есептеулер бойынша күннің пайда болғанына 4,5 миллиард жыл және құрамындағы сутек изотоптары толығымен гелийге айналу үшін, таусылмаған, таусылу үшін әлі тағы да 4,5 миллиард жыл уақыт керек. Короче, сұмдық, Енді бұл коэффициенттер, бұл енді цифралар, білмеймін, есебімізге қазір пайдасын тигізе ме, жоқ па, көреміз. Қызыл жұлдыздардың беттік температурасы дейді. Бірінші сұрақ. Қызыл жұлдыздар дегеніміз бұл салқын жұлдыздарға жатады, яғни ол сары бұл беттік 6000 Кельвинді құраса, қызыл одан төмен температурада тұрады. Бұл жерде көп оқушы дыны белгілеп қою мүмкін, жоқ, олай емес. Екінші сұрақ. Күннен жерге дейінгі жарық сәулесінің жету уақыты қандайды? Күннен жерге дейінгі. Бізге күннен жерге дейінгі қашықтық керек. Ол бізде мында болған, күн жерден осындай қашықтықта жатыр дейді. Жақсы. Сүйікті де сүйкімді формамызды алып келейік. S тең V көбейтілген T. V-ны біз айта аламыз, уже S-ға тең деп, мінекей S көбейтілген T, өйткені жарықтың прямой жылдамдығын қолданып отырмыз. Сұрақ бізде T-ны сұрап тұр екен. S үстіне, S астына кетеді. 150 миллион километр, миллион деген қалай кетті? 150 миллион деген ол бізде 10-ның 6 дәрежесі достар. Кило деген тұр 10-ның 3 дәрежесі. Бөлінген S деген 3 көбейтілген 10-ның 8 дәрежесі. Мінекей. Аккуратно дәрежемен жазып алған дұрыс әрқайсысын. Енді не мәселе бар бізде? Қараңдар, мынау 10-ның 9-ды беріп тұр үсті, мынау 10-ның 8. Қысқарамыз. Бір дәреже қалады ғой. Сонда үсті 150, үші 10-ның жәніне 1-0 қосылады. Бөлінген 3 болады. Енді 1000-ды 3-ке бөлсек, ол бізде 500 секундты құрайды деген достар. 500 секунд. Ол жауап бізде жоқ. 360-ға жатпайды. Қалғаны минутпен келген. Енді жай ғана аламыз да осыны достар қаншаға бөлеміз? 60-ға бөлеміз. 560-ға бөлсек, шамамен 8-де 3 минут деген жауап шығып қалады екен. 8-де 3 минут деген ол бізде Б вариантында тұр. Пока оңай, алғашқы екі сұраға А деңгейінде болады контекстіне. Үшінші сұрақ. Күннің сәуле шығару энергиясының максимумы сәйкес келетін толқын ұзындығын сұрап тұр екен. Әдемі лямбды максты тап деп тұр қысқасы достар. Жақшан ішінде вин тұрақтысы берілген. Вин тұрақтысы дегеніміз жалпы абсолют қара дененің, енді осы тақырыптағы бір маңызды детальді ашқан ғалым Вин заңы. Ол бізде 1896 жылы жалпы абсолют қара денеге байланысты негізі бұл теорема ашылған. Енді бізде тұрақты шамасы берілген. Бұны енді жаттамай әуре болудың қажеті жоқ. Енді всегда жақшан ішінде беріледі. Формуласын білуіміз керек. Тіпті формуласында жаттамай қойға болатын сияқты, өйткені өлшем бірлігін қараңдар, метр көбейтілген Кельвин дейді. Яғни лямбда макс ол бізде метр ғой, осыған температураны көбейтесін деген сөз. Сонда не шығады? Сонда вин тұрақтысы шығады дейді.
немесе лямбда максты табатын болсақ, вин тұрақтысы үстіне, температура астына кетеді. Сонда 2-де 9 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген температура, ол бізде жаңа 6000 кельвинді құрап тұр, күшті есеп негізі достар. Мен ана 6 көбейтілген 10-ның 3 деп жазасам қалай болады екен деп қоямын да, жалпы. 2-де 9-ды 6-ға бөлу керек. Негізі қай жауап шығатындығын сразу түсініп қойға болады достар. Ехала, 2-де 9 бөлінген 6. 0 өтір 483 көбейтілген 10-ның астындағы плюс 3 қой, үстіне минус 3 болып өтеді ғой мына жаққа. Сонда минус 6 метрді көрсетеді. 3 өтір жұртатын болсақ достар, мәнеке 1, 2, 3, сонда бұл 483, 10-ның минус 3, 3, 10-ның минус 6 деген нәрсені көрсетеді. Минус 3, минус 6, ол минус 9, ал 10-ның минус 9 деген ол бізде наноны білдіреді. 483 нано деген А вариантында тұр екен достар. 483 нанометр. Негізі былай қарасаң, 2-де 9 деген 3-ке ұқсайды, 3-ті 6-ға бөлсең 0-де 5 шығады. 0-де 5-ке ең ближайший 483 деген сөз. Қызық. Кеттік достар. 4-ші сұрақ. Жер мен күннің өзара тартылыс күші дейді. Бұл жерде Ньютонның бүкіл әлем тартылыс заңы арқылы анықтаймыз достар. Бізде мұнда получается керек жердің массасы и плюс масса күндікі. И бөлінген бізде екеуінің ара қашықтығы, то есть r квадрат достар. Тең G бізде жақшан ішінде беріліп тұр. Бұл бүкіл әлем тартылыс заңындағы тұрақты шама 667 көбейтілген оның минус 11 дәрежесі. Жердің шамасы тоже бізде тұрақты 6 көбейтілген 10-ның 24 дәрежесі. Көбейтілген күннің массасын мен мына жерде жаңа көрдім. 2 көбейтілген 10-ның 30 дәрежесі достар. Күн әлде қайда жерге қарағанда ауыр екен, достар. Бөлеміз осының барлығын r квадратқа айды. Осы екеуінің арасындағы қашықтық. Так, бұл екеуінің арасындағы қашықтықты бағана біз бір рет қолданып едік уже. Жерден қашықтығы шамамен 150 миллион километр. Негізі қазір квадраттаймыз ғой. Сол үшін мына нәрсені білу керек. Қараңдар. 150 бағана мен енді миллион дегенде 6 дедім, кило деген оның 3 дәрежесі дедім, Егер мен мысалға 15 деп жазсам, онда дәреже 9 болады. 15 деп жазсақ, дәреже 9 болады. Бұның өзі көп болып тұр негізінде. То есть 150 деп жазсақ. Мен бұны бүйтіп жазғым келіп тұр да, қараңдар. Былай 1 өтір, 2 өтір қайырсам, мысалы 1,5 болады ғой. Дәрежеге ол екеуі қосылады. 1,0 барып қосылады, 10 болады, тағы 1 өтір барып қосылады да 11 болады ғой. Сонда получается 1,5 көбейтілген 10-ның 11 дәрежесінің квадраты деген нәрсе пайда болады да. И дальше тең болады достар, есептейміз ары қарай. Так. Калькулятор. Калькулятор в студию достар. 6-67 көбейтілген 6 көбейтілген 2. 80 болады екен достар. Үсті 80 болады екен бізде. Үсті бізде 80 болып тұр. Дәреже 10-ның қанша дәрежесі болады? Қараңдар. Мынау 10-ның минус 11. Мынау 10-ның 24. Мынау 10-ның 30. Мысалы, минус 11 мен 24. Ол бізде 13-ті бермей ма, 13-ке 30, 43-ті береді ғой. Там 80 көбейтілген 43 дәрежесі. Ужас па? 1,5-ның квадраты ол бізде 2-де 25, дәреже 10-ның 22-сі болады. Өйткені екеуі бізде зырқ етіп көбейтіледі. Сонда таза, короче, мынаны шығып тұр. 80-ді бөлесің, короче, 2-де 25-ке болып тұр. 35, жоқтап 36 деп айтуға да болады. Көбейтілген 10-ның. Сонда, достар, 10-ның 22 деген наяқтан жойылады да, бұлай минус 22 көп барады. 43, 22, 21-ді бере ма? Мынандай дәрежелерді өмірінде бірінші рет көріп тұрсың ғой, короче. Бір үтір жұртасын дейді, бұлай қарай. 3-те 6 десек, дәреже бізде 3-те 6 десек, дәреже бізде 22 болады. Қаншалықты бұлай қарай өтір жұртсақ, дәреже соншалықты, оң дәреже соншалықты көбейе береді. 3-те 6 көбейтілген 22 дәрежесі, бұл бізде Б вариантында тұр екен. Бұл бізде, достар, 4-ші есеп динамикамен байланысты дәрежеді ғой. Қызық, қызық. 5, достар. Күннің сәуле шығару қуаты дейді. Бізден П қуатты сұрап тұр. Бұл жерде, достар, Стефан деген ғалым бар. Стефан деген. И плюс Больцман деген ғалым бар. Енді бұл жерде жылудың темасы бар ғой.
термодинамикалық тема жүрген жерде Больцман по-любому жүреді. Стефан бар бұл жерде, осы екеуі жалпы қосылады негізінде. Стефан өзінің тәжірибесін ең алғаш болып жасайды, 1879-да жасайды. Сосын барып Больцман келеді, дағыны былай наверное түзеп жүрсе, родной дейді да, короче, екеуі 1884-те қателеспесем, екеуі қорытындылап, жалпы осы жерде бір нәрсе алып шығады. Осы заңды, осы формуланы іске қосады. И ол формула, достар, былай деп айтылады. Екі түрлі формула бар. Бірінші формула бізде интенсивтілік, немесе RI әртүрлі әріппен белгілей береді негізінде. Формуласы бізде U бөлінген S көбейтілген Т дейтін бар. Және де екіншісі ол бізде R тең Стефан Больцман тұрақтысы көбейтілген Т-ның 4 дәрежесі, достар. 4 дәрежесі. Не подарок. Вот. Получается, есепте бізде бірінші мынаны тауып алу керек болып тұр, иә? Потому что или сразу теңестіре салсақ. Вот. Давайте теңестіре салайық. R тең R дейік. Екеуін теңестіре салайын сразу. Энергетикалық жарқырау қарқындылығы деп айтса да болады негіз мына шаманың, немесе бір сөзбен интенсивтілік деген мағынаны білдіреді, достар. Енді қараңдар, мынау бізде бұлай бір нәрсеге ұқсап тұр да, U бөлінген Т деген. Неге ұқсап тұр? А бөлінген Т деген сөз ғой бұл. Бұл біздің Құдай бере салған қуаттың формасы, достар. Сонда үстін мен автоматым қуат немесе П деп аласам, мына жерде мына формуламен теңесе салады. Получается, П-ны табатын болсақ, мына 4 шаманың көбейтіндісі болып тұр деген сөз. Идеально ма, достар? Идеально ғой, идеально. Енді есепті шығару керек. Ал ехала, достар. Ең бірінші бізге тұрақты шама керек. Стефан Больцман тұрақты шамасы 5-67, тоже жаттаудың қажеті жоқ. Беріледі әрқашанда. 6000 Кельвиннің, енді мен бұны 6 көбейтілген 10-ның 3 деп алам, потому что квадраттау темасы 36 көбейтілген 10-ның 6-ны береді. Енді 6000-ді квадраттау ұзақ әңгіме. Көбейтеміз S. Так, бұл бізде аудан, достар. Аудан бізде жоқ қой. Аудан бізде жоқ. Бірақ бұл бізде күн. Күн деген ол бізде шар. Шардың ауданы 4πr квадрат. Мен камерам астына түсіп кеткен жоқпын ба? Бір қарап қойын. 4πr квадрат. Бұл шардың ауданының формуласы. Мәссаған. Кет қойық. 4π деген 3-14 көбейтілген. Радиус бізде мынау тұр. Бұл жерде де ескеретін нәрсе бар. Қараңдар, 7 көбейтілген 10-ның 5, 2 кило деген 3, сонда 8 дәрежені береді, достар. Квадраттасақ, R квадрат қой, 7 квадрат 49 болады, дәреже 10-ның 16 болады. Ема! Не өп кетті? Тең. Калькулятор в студию. 567 көбейту 36 көбейту 4 көбейту 3-14 көбейту 49. 125 623 көбейтілген 10-ның дәрежесін мұқият қарайық. Мынау -8, мынау 6, -2 қалады. Ол 16-тан барып екеуін алып тастайды да 14 болып түседі мына жерге. Бір шекпен жазайық. 14 дәрежесі ватт болып тұр ғой сонда, достар. Дұрыс жоқ, дыға кеп тұр ма? Қысқасы бірақ бізде дәреже аз болып қалды мына жерде. Неге деген сұрақ. Ой, бұл квадраттамаймыз, на квадраттады қой, оны тағы да квадраттаймыз ғой, 4 дәреже, достар. Бүйте салайын, проблема жоқ. Көбейту деймін да, қайтадан осы 36 көбейтілген 10-ның 6 дәрежесін жаза саламыз. Әдемі. Квадраттадық, 10-ны квадраттауымыз керек деген сөз. Все, осыған көбейтеміз 36-ны, достар. Сонда бізде жалпы осылай 4 дәреже кезде андай көз үйренбегеннен кейін не істейді? Кетіп қалады автоматом. Енді бізде квадрат көп келеді ғой. 4 дәреже деген енді аздық етеді. 14-ке 6 20-ны береді, достар. Вот осылай. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 жарым, оның 26. Енді 20 дәреже мұнда, оған барып жаңа 6-ау қосылады, плюс 6 тұр жұртпысады қой, ол плюс кетеді. Сонда бізде жауап, достар, 4-те 5 жоқ шамамен ғой, енді все таким артының бәрін жоқтап тастадық. Енді 4-те 5 деген 2 тұр ғой, енді ол
3, 4, 5-ке дейін ол 4-те 5 аламыз. 5 болып кетсе 46-ны аламыз 4-те 6-ны. Дұрыс жауап В болады. Енді 4-те 6, 4-те 7, 4-те 5 деген апасен варианттар емес, қарапайым варианттар. Еще бағана көрдіңіздер ғой, мынау вариант мысалға тоже тұр да. Сондықтан да достар не істеу керек? Асықпау керек, қайталап бір тексеріп шығу керек. Жалпы осындай. Қалай достар? Контекст ұнады ма сендерге? Қызық контекст болды деп ойлаймын. Бұған достар есеп келеді, көп емес, но келеді, бірақ контекст вообще өте аз. Бұған контекст, білеймін, жалғыз контекст деп ойлаймын, осы контекст. Мен қолыма бұл түсе қалды, бір Құдайдың қалауымен. В целом, достар, бұл қай тақырып? Бұл бізде кванттық физика тақырыбы, кванттық әлем, еще космологияның да бір-екі қатысы бар ішінде, негізінде. Атомдық және кванттық физика, осы тақырып бойынша келіп отыр. Соның ішінде сәулеленудің түрлері бар. Салқын күйде, қызған күйдегісіне келіп отыр. Жылулық сәулелену, екіншісі салқын күйде катодолюминесценция, электролюминесценция, хемилюминесценция 4 түрі бар, Жалпы осы тақырыпты ол құрайды, достар. В целом физиканың осы барлық, достар, қараңыздар, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бөлімін плюс дополнительно үйренуге болады. Қанша уақытта? 4 айдың ішінде. Толықтай 4 айда өтіп шыға аласыңдар. Бұл біздің соңғы лекте ғана мүмкін, басқа ешқандай жерде бұл мүмкін емес, достар. Сол соңғы лекке тіркелем деушілер болса, қазір жаңа жылдың қарсаңында, жаңа жылға орай өте үлкен жаппай сатылым болып жатыр. Прям бұрын соңды болмаған. Барлық физика курстарынан төмен бағада сатып жатырмыз. Қазіргі таңда 600-ден аса бала оқып жатыр. Бітірген оқушыларымыз 50-ден 50 шығарып жатыр. Қысқасы, достар, конкретно результат керек болса, осы номерге описаниеде тоже сілтеме қалдырам. Номер теруге ерінсеңдер, сол сілтемеге басыңдар. Ал енді бонус, достар, сендерге бонус. Короче. Мына Instagram парақшаны көріп тұрсыңдар. Atok School деген. Мына есепті шығарып, дәптерге толық, түсінікті шрифтпен, түсінікті почеркпен суретке түсіріп, біздің инста парақшаны отметка жасап, сторисіне сол есептің шығару жолын анық қылып салып, жауабын қай вариант болатынын дұрыс көрсеткен балаға, бірінші балаға мен чиви бонус ататын болам. Может, біреу емес, бірнешеуіне достойно шығарып берген оқушылар болса, қысқасы аямаймыз. Ал кеттік, достар. Ендеше бүгінгі контекст ұнаған болса, міндетті түрде комментарий қалдырыңдар, отзыв жазыңдар. Білейін, комментарийларың реально шабыт береді, достар. Үшінші контекст талдау бөлімін күтсеңдер, лайк, коммент аямаңдар. Келесі осындай дайын контекст талдау рубрикамызда жүздескенше. Аман болыңдар, бар болыңдар. Физикадан балды көтеру оңай, дұрыс мұғалімді таңдасаң. Ю